Кезекті біздің сессиямыздың тақырыбы өте қызық және пайдалы. Сондықтан да сыртта жүрген әріптестерді шақыруларыңызды сұраймыз, құрметті волонтерлар. Хайп, фейк, кликбейт жаңалықтар жасау мен тұтынудың мәдениеті деп аталады. Өте қызықты дүние болатыны сөзсіз, себебі спикерлерімізде шетінен мықты. Ал модератор медиа сарапшы, Назым пиар коммуникациялық бутик агенттігінің негізін қалаушы және біздің әріптесіміз дәл қазір тележүргізуші Назым Жанғазы. Қош келдіңіз. Микрофон сіздің өзіңізде. Если тұрманенькі, мен наушнигімді істейма? Сөйлеп жүрсеңіз, та. Шабағалаша сөйлейді. Наушниктарымыз қандай әдемі, кішкентай біздің ашық алаңда наушниктарымыз өте үлкен. Қайырлы күн, құрметті жиналған қауым, есімім Назым Жанғазы. Қазіргі енді өте өзекті тақырыптардың бірі, жалпы осы қазақ форумдағы. Енді осы жаққа біз өзіміздің спикерлерімізді шақырайық. Жайнагүл Төлемісова, журналист, Хабар телеарнасының директоры. Қош келдіңіз. Қай жерге отырайын? Сырым Иткулов, медиа сарапшы, Қазақстандағы танымал блогер. Нұрсұлтан Құрман, Қазақстан футзал қауымдастығының вице-президенті, журналист. Және Нұрбек Маджани, Қазақстандық қоғамдық даму институтының басқарма төрағасы. Қош келдіңіздер. Жалпы, енді біз жаңа айтып кетті ғой тақырыпты, я? Фейк, кликбейт, хайп деген сөздерді барлығымыз білеміз. Осы орайда контентті жасау және бұл контентті тұтыну мәдениеті туралы қазір сөз қозғайтын боламыз. Жалпы осы ашық ақпараттар бойынша, әлемде, ғаламторда, интернетта әрбір 83 секунд сайын хейт пайда болады екен. Хейттің не екенін білесіздер. Сол хейттің аясында әрбір 3-4 минут сайын бізде хайп пайда болады екен. Және бұл хайпты жасайтын, генерация жасайтын, әрине біздің медиа мамандарымыз, журналистер, блогерлер. Ал оны тұтынатын біз. Осы орайда енді қазір Нұрсұлтан мырзаның ұшағы екен, жол жүріп бара жатыр екен. Сондықтан да сіздің ойыңыз, Нұрсұлтан мырза, сіз не ойлайсыз? Жалпы бүгінгі таңда осы мәдениет қалай дамып жатыр? Армысыздар. Даусым анық естіліп тұр ғой, барлығына. Негізі кешірім сұраймын, алдын ала дәл осы сессияның соңына дейін қатыса алмаймын, өйткені бірер сәттен кейін Семейге жол жүру керек. Ойда жоқта осындай бізде қазір футзалда ішкі чемпионат қызу үстінде 5-ші ойын хоккейдегідей. Сондықтан ойда жоқта ойын пайда болды, ал Семейге бір-ақ рейс ұшады, сондықтан 1:40-қа үлгеруім керек. Онлайн регистрация тіркелу бар. Сондықтан басында мен айтып кетейін дегенім, өте керемет тақырып. Қазір енді мен футзал, Қазақстан футбол саласында жүргеннен кейін, футболда дәл осы хейт, фейк, кликбейт деген мәселені біраз көтерсем, артынша бұл жалпы бұл тек футболда ғана емес, футболдың мысалын айтсам, басқа салаларға да түсінікті болады деп ойлаймын. Мен жалпы осы футболға келгелі, енді 2019 жылы біз әлеуметтік желіде, ютубта бағдарламалар, подкасттар сериясы, сұхбаттар жасай бастадық. Артынша былтырлары дәл осы Қазақстан футбол федерациясындағы Қазақстан футзал қауымдастығына қызметке шақырды. Дәл қазір сол жерде жұмыстамыз. Енді біздің футболда білесіздер, қазір халықтың басты назарында футболдың рейтингісі артқан сайын, оған сұраныс артады. Сұраныс артқан сайын, оған қаражат бөлушілер де көбейеді, ал қаражат бөлінген сайын, оған дәмелі ақпарат көздері де көбейеді деген сөз. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Саясаттағыдай дейсіз ғой. Саясаттағыдай. Ақпараттық рейдерлікпен айналысқысы келетіндер өте көп болады. Яғни олар белгілі бір жасалып жатқан дүниені хейт жасау арқылы, немесе фейк ақпарат тарату арқылы өздеріне қажетті қаражат көздерін, немесе өздеріне бір тиімді дүниелерге қол жеткізгісі келеді. Нұрсұлтан мырза, бұл орайда қараңызшы, кешірім өтінемін, бөліп жатқаныма. Фейктің пайда болуы біз білеміз не үшін, көбіне фейк, егерде ақпарат аз болса, жетіспей тұрса, ақпараттық кеңістікте, сонда кезде ғана көбіне фейк пайда болады. Сіздің ойыңызша бұл көбіне жаңағы информационный атака дейміз ғой, сол үшін деп ойлайсыз ба, әлде бізде футбол жайында ашық, толыққанды ақпарат жоқ болғандықтан деп ойламайсыз ба? Менің ойымша, бізде футболда мысалы бұрындары тек телеграмға үлкен сенім артқан. Телеграм каналдарда мен білетін енді Қожа Ахмет Инсайт, Жарков, Серый кардинал сияқты қисық аяқ деген бар. Көп қой енді.
телеграм арналар бар, сол жаққа бір мән беретін. Және бұрындары орыс тілді ақпарат көздерінде футбол менеджерлері назар аударатын, соған кері реакция білдіретін. Бірақ қазір уақыт өте келе қазақ тілді аудитория көбейді, және қазақ тілінде жазатын журналистер, блогерлер көбейген сайын орыс тілді аудитория, орыс тілді контенттер азайып кетті. Мысалы, YouTube-ты ашып қарасаңыз, футболдың барлығында қазақ тілінде. Тек телеграмда қалды бір-екеуі. Бірақ оның ішінде де бүкіл комментаторлар, астында комментарий жазатындардың бәрі қазақтар ғой. Жақсы, Рустам мырза, біз қазір енді тіл туралы қозғап жатқан жоқпыз. Жалпы осы фейк кликбейт, футбол темасы бәріміз үшін кликбейт, иә? Мысалға, осы жақын арада да оқып қалдым. Бір футболшы бір модельге үйленіпті деген ақпараттар тарап жатыр. Ішіне қарасаң, ол фейк болып шықты. Бірақ барлығы соның ішіне кіріп жатыр. О, қандай футболист, қандай модельге үйленіпті деген сияқты. Сіз неге ойлайсыз, қалай ойлайсыз, неге біздің оқырмандарға осы ақпарат керек болып тұр? Неге олар мысалға бір аналитика оқығысы келмейді? Иә, түсініп тұрмын. Негізі өзіңіз айтып отырсыз, бұл жерге тағы да осы халыққа ораламыз. Халыққа қазіргі таңда 2-3 мәселе қызық, ол футболда да бар. Ол біріншісі біреудің жеке өмірі, екіншісі бұл ұлттық мәселе. Тіл мәселесі, дін мәселесі. Мысалы, бізде өткен жолы Анталияда, Түркияда командалар оқу жаттығу жиындары болды. Сондай-ақ Қазақстан кәсіпқой футбол лигасының арнайы ол кезде басшысы Гарибян деген азамат болды. Гарибян деген азамат енді орысша сұхбат береді, түсінікті. Сол кезде сұхбат берген кезде бізде бір мынандай жағдай орын алды. Ол кісі біз ресейлік медиа компанияларға жүгінеміз. Олар бізді Қазақстанда трансляция жасайды, олар бізді Қазақстанда телевизияға жаңалықтар алып келеді деді. Сосын біреу сұрақ қойды, біздің қазақтар деген сияқты отан. Және ол жерде ол айтты, олардың біліктілігін арттыру керек, олардың деңгейі жетпейді дегенге келтірді. Соны кейбір ақпарат көздері Гарибян астында Қазақстане бестолковые кадры, сол үшін біз ресейлік кадрлерді аламыз деген сияқты фейк ақпарат жіберді. Мысалы, үлкен фейк қой, ол Гарибянның репутациясы. Ол үлкен наразылыққа алып келді, иә? Иә, наразылыққа алып келді. Үлкен наразылыққа алып келді. Қазір мысалы қарап отырсаңыздар, Гарибян қызметтен кетті, орнына Ғани Әділханұлы Қайназаров деген мысалы азамат кетті. Ол жерде оған біріншіден дәл осы қазақстандық кадрларды бестолковый деген үшін бір сынады, екіншіден неге қазақша сұхбат бермейді деп сынады екі, үшіншіден менің ойымша енді көп болған факторлар айта берсек, дәл осы фейк ақпарат. Сосын кликбейт деген кезде мысалы көбінесе қандай жағдайда кликбейт болады бізде? Біреу қызметінен кетейін деп жатыр басшылық, немесе жемқорлық, бір коррупциямен ұсталды, немесе футболшының айлығы деген сияқты. Сол дүниелер, ал жалпы фейк деген кезде мен тағы бір дүниені айтқым келетіні, бізде қазір фейк өте көп футболда, өйткені бұл біздің Қазақстанда жалпы футболға әсер еткісі келетіндей, футболға өзінің ықпалын жүргізгісі келетін күштер бар. Солар шыны керек ақпарат көздерін пайдаланады. Мен өз басым, мысалы, телевизия саласына шыққаннан кейін, мен дәл осы ақпарат саласында футболдың кімдер жұмыс істейтінін білемін да. Мысалы, кім телеграм, кімдікі екенін ол бүркеме атпен жүрсе де, кімдікі екенін білемін. Ашық айтарсыз мүмкін, ВКонтактеда, Фейсбукта, Инстаграмдағы мен жалпы пабликтерді де білемін кім екенін. Аттарын айтпай қойын, бірақ соларға тапсырыстар түседі. Мына кісіні қара пиар жасау керек. Немесе кейін ол қара пиардан кейін ол кісіні ақтау үшін екінші күш қосылады. Ана жақта кәдімгі күрес болып отыр. Мен сырттай біліп отырдым да, өйткені Алладан сұрап аламын, қаяқтан түсті заказ деп. Кімнен түсті деп. Бірақ ол енді саясат қой. Саясат болғаннан кейін аналар бір-бірімен амандасады, бір-бірімен суретке түседі, бір-бірін былай телевизиялық бағдарламаларда, Казспортқа, немесе хабардағы кешкі бағдарламаға барса, мақтайды, бәріміз қазақ футболын дамытамыз деген сияқты. Бірақ осындай ақпарат көздері арқылы бір-біріне осындай шабуылдар жасау, бір-біріне хейт жасау, фейк ақпараттар ату дегеніміз енді осы орайда шығыс менталитеті деп ойлаймын. Қараңыз, сіздің ойыңызша, мен де өзім мысалға саяси аренада көп жүрдім, сайлау науқандарында көрдім. Негізі осы информационная война деп жатамыз ғой. Осындай кезде қалай болады? Басқалары бір адамға заказ береді мысалға, мынаған жазыңыздар, қара ақпарат беріңдер, қара пиар жасаңдар деп. Біз медиа мамандар ретінде қалай ойлайсыз, біз соған сол кішігірім ақпараттық соғысқа
барлық бетімізді бұрып, назарымызды бұрып, сомен айналысу керекпіз ба? Жоқ, әлде біз толықтай ақпаратпен толтыру керекпіз ғой негізі. Қалай біз, менің ойымша, әрине мен модератормын, мен пікірім мына жерде аз болу керек, бірақ дегенмен мен айтқым келіп отыр, біз медиа мамандар ретінде, контент жасаушылар ретінде, біз тек қана хайп, фейктің артынан қумай, біз ақпаратты толықтырып отыру керекпіз. Біз информационный войнаға барып, солармен соғысып кетіп, негізгі жұмысымызды ұмытпау керекпіз деп менің ойлаймын да. Сондықтан да олар біледі ғой, мен қазір заказ жасасам, олар маған жауап береді. Яғни бұл жерде тағы ақша пайда болады. Сосын тағы ақша пайда болады. Ол цепочка ешқашан аяқталмайды, ол ары қарай жүре береді. Сондықтан да менің қосымша пікірім бұл орайда сол цепочканы ары қаратай жылжытпай, тоқтатып, негізгі жұмысымызды атқарып, адамдарға, оқырмандарға сапалы, ашық, толыққанды ақпаратты беру керекпіз деп ойлаймын. Назым, мен бұл жерде енді тағы да толықтырып өтіп кетейін. Негізі бұл тек қана футболда емес, спорттың кез келген саласында, кез келген жерде бір ақпараттық паблик, сайт, телеграм-канал жақсы жұмыс жасайды басында. Сараптама жасайды әдемі, сараптау болады, саралайды, жақсы дүниелер жасайды, посттар шығады керемет. Бірақ уақыты жақындаған кезде барлығы осындай бір ықпалдарға әсер етеді. Періште алтын көрсе жолдан таяды дейді ғой. Сондықтан мен дәл осы біраз пабликтердің дәл осындай алтын көргеннен кейін періште ретінде тұр, бірақ жолдан тайып кеткенін өте көп көрдік. Ол енді түсінуге болады, ол журналист, ол блогердің, ол наны ғой былайша айтқан кезде, табыс көзі, бірақ ол өзінің жалпы абыроймен жинаған паблигін былайша айтқан кезде көрерменнің алдында, оқырманның алдында алдап тұр ғой былайша айтқан. Мен енді айтайын дегенім, уақытым шектеулі, сондықтан айтып кетейін. Бір қызығы бізде қазір ютубтағы кликбейтке келетін болсақ, біздегі халық, бұл халықтың білім деңгейіне байланысты ма, халықтың сауаттылығына да байланысты ма деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, Нұрбек қазір менің құрдасым, бұрын кезінде Азамат бағдарламасында бірге пікір сайыс жасағанбыз. Қазір пәленбай жыл өткеннен кейін телевизия саласында жүргізіп жатыр да сараптамалық бағдарлама. Мысалы, халықаралық ақпарат бағдарлама жүргізеді. Әлем және біз деген. Бұл бағдарлама жүргізеді, соның видео нұсқасын ютубқа жүктейді ғой. Ютубқа шейін әлем және біз деп салып қойса, оны халық адам аз көреді кликбейт. Ал сол жерге халықаралық жаңалықтарға Палестинаның, Израильдің туын, ана жақтан қан ішіп атқан бір басшыларды қойып қойып, сіздер не дейсіздер, сұмдық десе, ол енді сұмдық қаралым жинайды да. Бұл кликбейт, дұрыс па? Біздің халық соған беріледі. Кейде біздің қазақ тілді аудиторияда, кейде бағдарламаның мазмұны іштеңе айтылмаса да, қызық болмаса да, сол обложкаға мән береді, кіріп кетеді, және сол жерде комментарийға еріп кетеді, трендте дүние осы екен, халықтық қоғамдық пікір осы екен деп, соған нанып кететін жағдайы бар. Бар енді деген сияқты болып тұр. Нұрсұлтан мырза, осы орайда сіздің енді көрермендерге айтатын кеңесіңіз, қандай кеңес айтасыз? Контент жасаушыларға және де контентті тұтынушыларға қандай үш кеңес бересіз мысалға осы орайда? Бұрындары біз айтатымыз, ресми ақпарат, ол тек теледидардан мысалы. Өткен жолғы жағдайда да көрдіңіздер ғой, барлығы ешқандай интернет істемей қалды. Біз тек Хабар 24-тен немесе Қазақстан арнасынан кешкісі не айтады, президент не айтады, соған сендік болды. Қазір енді білмеймін, бұрындары телеграм тәуелсіз деп айтушы еді, дұрыс ақпарат береді деп. Мысалы қазір қараймын мен өзімнің саламда, телеграмда былайша айтқан кезде халықтың пікірін алдаумен айналысады. Әртүрлі пікірлер әртүрлі әр жерде кетеді. Немесе Инстаграм, мысалы, бұл енді білмеймін, нағыз супермаркетке айналып кеткен сияқты да, ол жерде түрлі пікірлер, айтылмаған нәрсені айтты деуі де мүмкін. Адамның өзінің бір 5-6 ақпарат көзін оқып, өзінде бір ойлау қабілеті, мышление дейді ғой, сондай болу керек деп ойлаймын. Телевизияда не деп жатыр, кешірім сұраймын, телевизияда не деп жатыр, артынша әлеуметтік желіде не деп жатыр, және қоғам не деп жатыр. Сон үшеуінен ортадан бір дүние шығару керек деп ойлаймын. Әйтпесе мен белгілі бір қазіргі таңда ресми ақпарат береді немесе мен спорт саласында осы ғана оң дүние айтады деп айту қиын. Өйткені кейде бір кризистік жағдайда шығу үшін де кейбір басылымдар халықты тынышталдыру үшін де, мысалы футбол жанкүйерін деп айтайықшы, кейде өтірік ақпарат беруге тура келеді мысалы. Сондықтан менің ойым, мен көзім жеткен, бұл жерде халық көрерменнің өзіне де байланысты, және мынау ютубта да көретін адамдар бар. Сол кликбейтке алданбай, бағдарламаны тыңдап, оның жүргізушісі кім?
жүргізушісінің биографиясы қандай, ол бағдарламаның мазмұны қандай, тайм-коды қандай, описаниясы дейді орысша, сол қандай, және ол каналдың басқа қандай каналдарға жазылған, соны қарап бір ой шығаруға болады, мынау нені меңзеп тұр, қандай дүниені айтқысы келеді. Яғни өзі түйіндеме жасау керек, иә? Осы Иә. жақсы. Енді қысқада, иә? Қысқада нұсқа айтатын болсақ, яғни адам, тұтынушы ақпаратты алғаннан кейін, бірінші ол ресми бұқаралық ақпараттық құралдарында, дәстүрлі бұқаралық ақпараттық құралдарында, Телеграм, Инстаграм болсын, әлеуметтік желілерде, сосын қоғамның пікірін барлығын жинау арқылы өзі аналитика жасап, өзі қорытындыға келу керек, иә? Осы орайда біз қазір айтып жатырмыз ғой, клипті ойлау деп, иә? Яғни біз ақпаратты көрдік, тез ойлаймыз да, тез қорытамыз сол ақпаратты. Осы орайда Нұрбек мырза, сізде де басқа спикерлердің пікірін тыңдасаңыз, иә? Нұрбек мырза, сіз қалай ойлайсыз? Клиптік ойлау заманында осындай аналитика жасау қаншалықты қазір мүмкін? Адамдар жасай ала ма ондай ұзақ аналитикалық болжам, сараптама, егерде адамның уақыты аз, ол тезір қазір ақпаратты қарау керек та, ары қарай жүріп кету керек шешім қабылдап. Менің ойымша жасалып жатыр, және ол жерден бір үлкен проблема бар деп мен ойламаймын. Біз не екені белгісіз үнемі осындай біздің сессияның аттарының бірі хайп қой. Хайп көбейіп кетті, онымен қалай күресеміз, оның орнын аналитикамен толтырамыз деп ойлаймыз да, бірақ шын мәнінде біз бұдан ешқашан құтыла алмаймыз. Бұл даже мына пресса пайда болғалы 1830 жылдардан бері ақш-та пенни пресс деген ұғым бар. Яғни арзан, өсек тарататын, трагедияны айтатын бір құбылыс пайда болды. Яғни ол адамның психологиясымен байланысты. Адамдар соны оқиды, адамдарға сол қызық. Заман өзгеруі мүмкін, технология өзгеруі мүмкін, жаңалықтарды жасау формасы, жеткізу формасы өзгеруі мүмкін, бірақ адамның психологиясы сол қалып қалады. Сондықтан біз хайп бұл тек қана қазір пайда болған дүние деп айта алмаймыз, ол бұрыннан бар. Бірақ технологияның әсерінен бәлкім бізге ол көп болып көрінетін шығар. Ал сараптамаға келетін болсақ, мен енді Қазақстан нарығында сараптамада бір жетіспей жатыр деп айта алмаймын. Ол бар. Яғни сараптама бар біздің. Сараптама бар. Бірақ оны мынаны түсінуіміз керек та, яғни сараптаманың қаралымы хайп тақырыптар сияқты көп болмайды. Яғни біз осыны түсініп, осыны қабылдауымыз керек. Және біз дәл сол сияқты көп қаралым жинаймыз деп ұмтылудың өзі сәл орынсыздау сияқты. Бірақ сонда да біз адамның психологиясын терең түсіну арқылы, кликбейт болсын, хайп болсын, сол жерде қолданылатын технологияларды қолдану арқылы, адамдардың осы сараптамалық программаларды көруге деген ынтасын көбейтуге болады. Оны жаңағы Нұрсұлтан мырза менің аргументімді ұрлап, маса мен өзім айтайын деп отқам, әдем қалды осы жерде. Соны айтып берейін. Сіздің кейсіңізді ұрлап қойды. Мен кейсімді ұрлады. Мен бір дүние қосайын. Өзімдің мысалымнан қосып жіберейін бе онда? Жоқ, мен өзімді аяқтап. Аяқтап. Сіз енді кейсін ұрламасаңыз болады. Нұрсұлтан мырзаның. Сол енді жақыннан бері сол әлем және біз деген передачаны жүргізіп жатырмыз. Осында менің сол передачаны жасайтын әріптестерім отыр. Бір 7-8 түсірілім түсірген кезде тек қана әлем және біз тайм-коды ештеңесі жоқ болды. Қаралым көп емес. Асып кетсе 1200-1300 болуы мүмкін да. Сөйтіп әріптестер айтты, давайте оған біз атын өзгертейік. Сосын бір күшті бір жаңағыдай кликбейт форматындағы постер қояйық деді. Бағдарлама туралы айтып жатсыз. Соңғысын осы біз өткен аптадағы бағдарламаға Палестинаның, Израильдің флагтарын қойдық. Үстіне Израиль басшылар сотталама деп жаздық. Бұл рерайт деп аталады. Ақпараттық кеңістікте рерайт. Сол алдыңғы бағдарламаға қарағанда 5 есе көп қаралым жинады. Біз ешкімді алдап отқан жоқпыз. Фейк емес. Ол шынымен де ақпараттың ішінде сол Беньямин Нетаньяхуды соттау керек деген жаңалық бар. Яғни айтайын деген жаңа кликбейт, хайп тудыратын тақырыптарды қолдану арқылы адамдарды біз сапалы контентке тартып жатырмыз.
бірақ тағы да қайталап айтайын, бәрібір қанша ұмтылсақ та, біз қанша мықты постер қойсақ та, Нұрсұлтан Құрманның суретін қойып қойсақ та, сараптамалық материалдар прям керемет қаралым жинамайды. Және оған жаңағыдай айтқан қабылдау керек. Назым, бір кешім сайын толықтырып өтейін, өйткені мен сәлден кейін шығуым керек та. Бұл жерде Нұрмахан бар ғой, осы жерде. Нұрмахан менің замандасым қайдан, құрдасым. Осында болу керек. Ол да мысалы YouTube саласында жүр. Кликбейттің атасы десек те болады десең. Жалпы мен былай айтайын. Сіз қазір тұрып кеткеннен кейін осы креслоға отырғызып қойсаңыз. Мен хабар арнасында істеген кезде, мен 11 жыл хабар арнасында агенттігінде жұмыс істегем, түрлі бағдарламаны жүргізгем. Соның бір күндіз шығатын бір бағдарламасын жүргіздік, түсте шығатын. Енді кейде тақырып өте актуалды болады. Ішінде сараптама, спикерлері жақсы, телеарнада рейтинг жақсы болуы мүмкін, бірақ оны YouTube-қа жүктеген кезде бізге айтады да, продюсерге, YouTube-та қаралым жоқ дейді, мен енді ол жақта мән беріп жүрген жоқпын. Бір күні біз Димаштың тақырыбын көтердік. Димаш Құдайбергеннің. Димашқа хейтерлер де келді, және оны жақтайтындар да келді. Димаштың Перизат деген қыз бар мысалы. Димаштың хейтері бар ма не? Әрине бар. Кез келген адамға хейтер табылады. Димашты мысалы өнеріне байланысты хейт айтты. Біреулер қолдады. Мына жақтан Zoom онлайн шетелдік әншілер қосылды. Өте керемет бағдарлама болды. Телевизиялық рейтинг өте жоғары болды. Келесі күні келсек, продюсер бізге айтады да, YouTube-та қаралым жоқ дейді. Мен түсінбеймін, не болды мынаған? Қалай қаралым жоқ YouTube-та? Сөйтіп барып, мен хабар арнасының YouTube каналына кіріп қарасам, обложкада не тұр дейсіз ғой? Просто ән көңілдік ажар деп жазып қойған ғой, болды. Енді оны ешкім көрмейді ғой енді. Мен айтам, ол кезде ол жерге сен Димаштың суретін қой, бір критиктің біреудің суретін қой, хайп тема жаз. Сол кезде қаралым көбейеді. Өзің мысалында айттың ғой. Бізде хайп, нені кликбейт жасайды деп өзіңіз ренжіп жатсыз, мысалы футболда бар деп. Сонда шоу-бизнеста бұл обложка мәселесін айтып жатырмын да. Ал негізі сараптаманы адам қаратып алуға болады. Бірақ ол үшін сараптаманы қаратып алу үшін халыққа не керек? Сондай атышулы атау және кликбейт, сурет, бәрі артынша сараптама болса, көрермен сөйтіп оқырманды үйрету керек. Әйтпесе бізде бірден сараптаманы беріп қойсаң ешкім оқымайды. Яғни, былай ғой, формула былай болып тұр, кликбейт бар, кликбейтті хайп қылып жасаймыз, бірақ ішіндегі контентті біз жақсы сараптамамен, сапалы контентпен толтырамыз, дұрыс қой? Өйткені мен кеше мысалы біздің футзалдан Қазақстан әлем чемпионатына өтті. Мен сараптама жасасам, сурет қойып қойдым. Сол суретке ол адамдар лайк басып жатыр да. Өзің суретін ба? Сараптаманы ешкім оқып жатқан жоқ. Бірақ маған Жандос Байділда деген азамат бар, менің әріптесім осы спорт журналистикасындағы. Ол өзінің телеграм арнасына соны бөлісіп қойыпты репостта. Неге десем, бізде осындай мәтінде текст культ жоқ дейді, оқитындар. Жастар оқымайды дейді, жастар сауатсыз дейді. Сондықтан біз осыны культқа айналдыруымыз керек, мәтін жазуды, пост сараптаманы. Жақсы, Нұрсұлтан мырза, осы жерде жастар туралы айттыңыз, жастар сауатсыз деп айтып қалдыңыз, бірақ Сырым мырза, мен бір ақпарат оқып қалдым, соңғы кездерде стористарыңызды бір айда 15 миллионға жуық адам қарайды екен. Оның ішінде 70% жастар. Сіздің пікіріңіз, қазіргі жас оқырманға не керек, қандай ақпарат керек? Неге сіз бір айдың ішінде, мысалға, кейбіргі дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдары жинамайтын аудиторияны сіз жинап жатсыз? Сіз неге сөйтіп ойлайсыз? Ол шынымен де Жастардың Нұрсұлтан мырза айтқандай жаңағы енді сауаттылық деңгейі төмен болғандықтан деп ойлайсыз ба? Әлде ақпараттың дұрыс емес, қызық емес болып беріліп жатқандығынан деп ойлайсыз ба? Бұл жерде бірнеше, мен ойымша, армысыздар, тағы да бір рет, бірнеше фактордың үйлескені секілді, жаңа Нұрсұлтан керемет бір мысал айтып өтті. Димаш Құдайберген туралы бағдарламаның, яғни керемет өткен бағдарламаның өзі YouTube-та қаралым жиналмады дейді. Мысалға қазір мен Инстаграмда әрине көбісі айтады, жаңағы күніне 45 сторис саласың, жүріп келе жатпасын, вертикалды, горизонталды положениеде болсын, контент жасап жатсың. Мысалға мен қазір 2 сағат болды, контент бермегелі, оқырмандарым келе жатыр, Сырым мырза, дұрыс па бәрі, елді жаңалықтар сізден хабар алып жатырмыз деп. Яғни біз қазіргі кезде, мен ойымша бұның ең басты себебі саяси аудитория жанарды. Бізде политизация дейміз ғой, саяси үрдіс, яғни саяси уану, саяси өмірге деген қызығушылықтың үрдісінің өсуі. Яғни егер баяғыда саяси темаларда қоғамдық ақпараттық саяси ахуалды тек Фейсбукте отыратын қоғамдық қайраткерлер, Фейсбук авторларының ғана нәсібі кәсібі болса, қазіргі кезде қуанышқа орай деп ойлаймын. Бізді жамандамаңыз. Қуанышқа, бақытқа орай, яғни деп ойлаймын, мүмкін бақыт қаншалық деп айтуға білмеймін, бірақ саяси аудитория жанарды, яғни кеше ғана енді сұрақ туындайды. Кеше ғана TikTok-тан келген, жаңа өзіміз айттық, клипті ойлаудан келген, 10 секундтан артық видео көруге үйренбеген
аудиторияға қалай оңтайлы жеткілікті тиянақты түрде ең ауыр жаңағы 40 беттік, Нұрбек біледі, мысалы 40 беттік аналитиканы қалай түсіндіріп беруге болады. Кеше ғана тиктоктан келген миллениал аудиторияға. Әрине, міне сол осы жерде менің мысалға инстаграм парақшам шығады деп айтуға болады. Біз яғни тек қана күнделікті болып жатқан жаңа кликбейт ақпараттан бөлек ауыр сондай бір кейде мысалы болады бүкіл классикалық бақ деп өттіңіз, назым жаңа айтып өттіңіз, жаңа аудитория деп. Сондай бір жаңа кликбейттік заголовок дейміз, сондай кликбейттік мақаланың аты жоқ, немесе тек қана қызықсыз берілген ақпаратты үнемдеп жаңағыдай повар сияқты әдемілеп қисынып, музыкасын қосып, дизайнмен шығарып, оны сторизға берсе, ол 24 сағат қана өмір сүреді, өкінішке орай. Осы жерде сұрақ. Сіз айтып жатсыз, клиптік ойлау деп, сосын ақпаратты қарапайымдылату керек деп, бірақ мынандай сұрақ. Сіз негізі өзіңіз ақпаратты, контентті генерация жасамайсыз, сіз агрегаторсыз ғой, мысалға қазір қарап тұрсақ, егер де стористарыңыз айтатын болсақ, сіз жаңалықтар агрегаторсыз. Мынандай сұрақ. Жаңалықтар агрегаторы рөлінде сізде де мысалға осындай 15 миллион адам сізді қарайтын болса, сізде де яғни үлкен жауапкершілік бар, халық алдында, аудитория алдында. Бірақ сіз сол жаңалықтарды қандай агрегация, қандай сүзбе арқылы өткізесіз? Яғни сіз жаңалықтарды қалай таңдайсыз? Сонда сізде де қарап ойлайсыз ба, мына хайп точно болады, бұл аудиторияға ұнайды деп алайсыз ба? Әлде сіз ойлайсыз ба, мына ақпараттың пайдасы халыққа мынадан, пайдасыз жағы мынандай, бірақ мен сонда да берейін деп па? Қалай сіз сүзбеден өткізесіз сонда жаңалық? Бұл жерде бірнеше жаңағы мысал келтіруге болады. Әрине, бірінші кезекте медиада кәдімгідей ұзақ жылдар бойы тәуелсіздік бақта жұмыс істегендіктен бізде жаңағыдай журналистерде жаңа түбегейлі бір қандай тақырып кликбейт тудырады деген өзінен өзі бір ой бар. Яғни жаңағы Димаш демекші, яғни Димаш Құдайберген немесе кешегі болмысы бар. Танымал трендтегі тақырыптар әрине кликбейт болады. Бірақ онымен қатар менде бастапқы миссия деп айтамын, жаңағыдай маңызды деген тақырыптар көбінесе өкінішке орай бізде шынайы қоғамға деген маңызды тақырыптар кейде яғни қоғам сараптамадан тыс келіп отырады да, хабардан, бақ тараптан. Сонда мен көптеген осы жаңағы айтамыз ғой, политическое просвещение, яғни саяси сондай бір ағартушылық жұмыс істеген кезде сонда ең оны маңызды деген ақпаратты үздеп, сүзбелеп, фильтрлап, оны әдемілеп, яғни екі тілде болсын, қазақша болсын, орысша болсын, соны кәдімгідей сторизға беріп, оны фильтрлап, қазіргідей мына ақпаратты жеткізіп, яғни ең бастысы адамға оны түсінікті болу үшін жеткіземіз. Яғни тек қана бізде көптеген мына мен айтып кетейін бір мысал, маған осы сәуір айында бір айда қарап шықтым, 8 министрлікпенен 15 акимат маған хабарға шыққан екен. Олар ең бастысы қандай мәселемен? Оның бір-екеуі жаңағы мен берген ақпаратқа кері байланыс болса, қалғанын бәрі не деп ойлайсыздар ғой? Бізде білесіз ба дейді Сырым мырза, бізде мынаудай осындай регионда, бізде яғни облысымызда немесе жаңа акиматтан, министрлікте осындай бір шынайы өте маңызды бір пресс-релиз бар еді. Классикалық біздің жаңағы бақ өкілдері берді, бірақ шыны керек жаңағыдай қызығушылық жоқ. Оның бәрі осы ақпаратты өзіңізге алып, өзіңіздің стиліңізді үнемдеп, оны сторизға қызық ретінде, қызығушылыққа тартар ретінде бере аласыз ба, тартымды ретінде деп. Соны біз әнде сүзіп-күзіп 10 абзацты оқисың, 10 абзацтың ішінен 20 минуттың ішінде мына телефонмен, ноутбук ештеңке жоқ, келе жатып, жолда келе жатып, 4 сториз дейміз, 4 серия сторизға айналдырып, үстінде 2 сөйлем, астында 2 сөйлем, музыкамен міне қарасам, ақыры 150 мың қарауым болды, яғни 200 сториз. Осы жерде тағы бір сұрақ. Мысалға, осы бір ай бұрын сіздің әлеуметтік желіде стористан мынандай ақпарат болды ғой, анау теракт туралы жалған ақпараттар таратып жүрді телеграмдарда. Сол кезде сіз ресми әкімдіктің парақшасына ссылка жасап, өзіңізге де бердіңіз жаңағы. Осылай болып жатыр екен, теракт туралы, анау-мынау деп. Шыны керек, сол ақпарат біздің мектептің чаттарында, көршілердің чаттарында бәрінде жүрді ме қандай да жетті. Шыны керек, мен сол сіздің ақпаратыңыздың аясында рационалды емес, эмоционалды шешім қабылдап, баламды мектепке жібермедім. Ұятай. Бірақ ол шынымен де маған әсер етті. Осы орайда сіз қалай ойлайсыз? Сіз кейде осындай ақпарат беріп отырып, адамдардың өміріне бір өзгеріс енгізіп жататыныңызды білесіз, бірақ ол қалай адамдарға әсер етеді, кері әсерін беріп қоймай ма деген ой бола ма сізде? Ондай ой болады әрине. Өйткені көбінесе бізде Таразы дейміз ғой, Таразының екі жағын ортада баланс ұстап тұру өте қиын. Бір жағынан сен
түпкілікті, яғни шынайы маңызды ақпаратты беруге тиіссін, қаншалықты ол сұмдық ақпарат болмасын, қаншалықты ол жаңағыдай адамның көңіл күйіне кері әсерін тигізбесе де. Екінші жақтан әрине сен әр тақырыпты өзің фильтрден өткізуіне байланысты өзінің контентінде әрине осындай бір таразының екі жағын ұстап тұруға тырысасың, бірақ әрине кейде оның бәрін идеалды түрде 100% баланс ұстап тұру қиын. Бірақ тағы да бір ой айта кетерім, сторизден бөлек менде, яғни білесіз, инстаграмда барлықтарыңыз отырасыздар, Reels деген бар қазір, карусель дейді, яғни қазір инстаграмда өте сондай бір не кетті ғой, жаңа технологиялар, яғни контентті, ақпаратты саралайтын нелер, технологиялар көп. Мысалға Reels'дің өзінде, егер мысалға біз сторизбен жаңа ақпарат бойынша, агрегатор бойынша өзінің аудиториям жинап алды дейді, сізде мысалға сізге келді, сол аудитория келді, сол аудиторияға не істейсіз, ары қарай не бересіз? Мысалға, енді ары қарай мен өзімнің лентамда, Reels'ымда жаңағыдай аналитикалық тарихи ақпаратты беруге, яғни саяси, өзіммен мамандығым саясаттанушы болғандықтан, саяси тарих, яғни уникалды бір архивтер, деректі архивтер, 80-90 жылғы бізде мысалға әлі халық көрмеген, немесе әлі тартымдауға көрсетілімі төмен жатқан архивтерді. Мысал ретінде сондай бір контентіңіз айтасыз ба? Мысал ретінде, мысалға 96 жылғы, бізде 95 жылғы, мысалы, Конституция қабылданып жатқан кезде, ютубты ашсаңыздар қазір, дәл қазір. 95 жылғы жоғары кеңестегі Конституцияның қабылдануы деген жатыр, 2 сағаттық ролик 10 жыл бұрын бір оператор салған, өзі соны түсірген оператор. Қарауыма қанша дейсіздер ғой? 40-45 қарауым, өкінішке орай. Мен не істеймін? Қарап шығам, маған өте қызық, өйткені кадрда мысалға Әбіш Кекілбаев отыр, о заманда білмеймін, Алтынбек Сәрсенбаев отыр, сол кездегі мысалға Марат Тажин, әр адамды саралап 2 сағаттық видеодан мен 5 сторис, яғни 8 минутқа 8 сторисға нетілген, яғни ең тәтті, ең ауқымды, ең маңызды деген цитаталардың ол кездегі президентіміздің салып, әдемілеп саралап, ақыры Reels'ыма салғаннан кейін ол ақпарат 1.200.000 қарауым жиналды мысалға. Мен аспаннан ештеңке ойлап тапқан жоқпын, бірақ әрине өзімнің комментариімді қостым. Мына кісі отырған, мынау ол заманда мемлекеттік хатшы болды. О заманда отырған, мынау идеолог болды. Мына кісі одан кейін мысалға саяси аренадан кетті. Мына кісі, яғни одан кейінгі, осы жағдайдан кейінгі болған нәрсені өзімнің саралымды қосып, бір сондай бір мини бір деректі инста контент жасайсың. Бұл Назым, саяси емес, тек қана кез келген салада бар. Мысалы, осы жерде түсінікті болу үшін, барлықтарыңыз енді Қайсарды білесіздер ғой? Қайсар Африкада жүрген, Қайсарды қазіргі жаңа жастардың бір культі, барлығы соған еліктей бастады. Қайсар деген Қамзаны білетіндер қол көтерсінші, кім біледі Қайсар, біледі. Мысалы, Қайсардың феномені неде? Ол да осы сырым сияқты дүниелерді жасайды. Қайсар күніне 45 сторис салады, сол 45 стористің, мысалы, 44-і өзінің контенті, Африкада жүр, тауасармен сөйлеседі, африкалықтармен жүреді, бір тамақ ішеді, бір қора дүниелер жасайды. Бірақ бір сторис артында соның рекламодательінің сторисі бар да. Сол кезде алармен бірге миллион просмотр жинап келеді, анауды автоматически миллион просмотр жинайды. Ал егер ол Қайсар 44 стористі салмай, тек қана сол бір заказға түскен сторис салған кезде ол ондай қаралым жинамайтын еді. Сондықтан бұл тек саясатта емес, жалпы маркетингтік қадам деп айта аламыз. Жайнагүл ханым, енді сіздің пікіріңізді естісек, сіз енді хабар агенттігінің басшысы лауазымына осы сәуір айында келдіңіз, Осы орайда сіздің пікіріңіз, қазір енді естіп жатсыз, аудиторияны естіп жатсыз, охват 15 миллион деген санды естіп жатырмыз. Сіздің ойыңызша біздің мемлекеттік арналар, мемлекеттік бұқаралық ақпараттық құралдар әлеуметтік желілерден қалып жатыр ма? Және де мемлекеттік арналар осындай 15 миллиондық аудиторияға жету үшін бүгін не істеу керек? Оларда да хайп, кликбейт жинау керек па? Медианы бүгін Қазақ медиа форумы өтіп жатыр ғой. Біз екі үлкен бөлікке бөліп қараймыз. Дәстүрлі медиа және жаңа медиа. Бүгінгі форумның негізгі көздеген, діттеген мақсаты жаңа медианы ұлықтау. Бұлай сырттай қарағанда. Бірақ меніңше маған қойылатын сұрақ бұлай қойылмауы керек. Біз мемлекет болып қалыптасамыз десек, елдің дамуын ойлаймыз десек, өзге мемлекеттер дәстүрлі медиаға және жаңа медиаға деген көзқарасын айқындап алуымыз қажет. Осы форумға келмес бұрын жұрт не істеп жатыр екен деген сұрақ туындаған болатын. Өзге мемлекеттер, мысалы бүгінгі форумның өткізуінің астарында тұрған Америка құрама штаттары, жан-жағымыздағы алыптар, Қытай, бұл мемлекеттердің медиаға көзқарасы қандай? Негізгі мәнді мазмұнды жаңа медиаға салып отыр ма, жоқ әлде дәстүрлі медианы тәрк етіп жатыр ма? Негізгі сұрақ осы бүгінгі форум мақсаты.
Осы ретте егер соңғы зерттеулерді қарайтын болсақ, барлығымыз білеміз, Норсвестерн деген университет бар Америка құрама штаттарында. Ең мықты, Назым өзіңіз білесіз, коммуникациялық мектептер Амстердамда, Бостон университетінде зерттеулерге бір қарап шолып шыққанда, көбісінің ішінде бір көзге көрінбейтін индикатор бар, дәстүрлі медиа индикаторы. Егер Қытай мен Америка құрама штаттарын салыстыратын болсақ, салыстырмалы түрде, ол аудитория қандай, біздің аудитория қандай, жалпы әлем қайда бара жатыр, біз не туралы бұл жерде әңгіме айтып отырмыз, осы әңгіме айтылу қажет пе деген нәрсе. Осы тұрғыдан келгенде екі бірдей нәрсеге қоғам бол. Осы жерде отырған азаматтардың барлығы елдің болашағы ертең менің қолымда болатын ойлайтын азаматтар болу керек. Сондықтан екі нәрсе шешуші фактор болатынын ұмытпау керек. Біріншісі контент, екіншісі культура, яғни мәдениет және біз өмір сүретін қоғамдағы мәдени контексті. Біз қандай қоғамбыз деген тұрғыда ойланатын болсақ, біз индивидуалистік қоғамбыз ба, жоқ коллективті қоғамбыз ба? Егер жан-жағымызға қарасақ, Қытайды алсақ, Ресейді алатын болсақ, жалпы тмд кеңістігіндегі өмір сүретін ұлттардың культурасын, мәдени контекстін алып қарайтын болсақ, коллективті қоғам екенімізді мойындауымыз қажет. Бірақ әлеуметтік желілер арқылы бізге белгілі бір құндылықтардың шеңбері келіп жатыр. Америка құрама штатын біз индивидуалистік қоғамды есептейтін болсақ, сол тұрғыдан келгенде олардың әлеуметтік желіге немесе дәстүрлі медиаға қарым-қатынасын айқындай отырып, біз өз өмір сүретін қоғамдағы дәстүрлі медиаға қарым-қатынасымызды айқындауымыз қажет. Бұл тұрғыдан не айтқым келіп отыр? Мысалы, қарапайым мысалмен түсіндірейін. Қытайдың аудиториясы үшін шешуші коммуникациялық факторлер, мысалы, тұлғаралық коммуникация біріншісі. Назым, сіз білетін шығарсыз, тұлғаралық коммуникация дегеніміз мен ақпаратты кімнен алам деген мәселеге жауап іздеу. Кімге сенем? Қазақтар кімге сенеді? Немесе біздің кеңістікте өмір сүретін елдердегі коммуникациялық дағды қандай? Мен сізге сенем. Егер екеуміз бір ай араласатын болсақ бірге. Немесе мен отбасы мүшелеріме сенем. Мен туыстарыма сенем, мен достарыма сенем. Индивидуалистік қоғамдардың ерекшелігі, олар эксперттерге сенеді. Олар дәстүрлі медиаға сенеді, олар телевидениеға сенеді. Ал Қытайдың аудиториясын алып келетін болсақ, Қытайдың аудиториясы бірінші кезекте әлеуметтік желіге сенеді, дәстүрлі медиа азырақ сенеді, тұлғаралық коммуникацияға көбірек сенеді. Егер осындай индикаторлар өте күрделі системаға түсінуге болады. Тұрғысынан келетін болсақ, біз ешқашанда дәстүрлі медианың қоғамдағы рөлін түсірмеуіміз керек. Осы тұрғыдан келетін болсақ, қазақ үшін, қазақ қоғам үшін, біздің кеңістікте өмір сүретін мемлекеттер үшін дәстүрлі медианы тәрк ету, дәстүрлі медиа беру мүмкін ақпараттардың салмағын тәрк ету біздің ертеңіміз үшін, болашағымыз үшін драмаға келуі мүмкін. Тіпті сол Америка құрама штаттарының қазір осы форумды ұйымдастырған алып қарайтын болсақ, Fox News эффектісі дейміз, CNN эффектісі дейміз, Netflix эффектісі дейміз, барлығының кеңістікте дамыған елдердің бірінші кезекте дәстүрлі медиаға иек артып отқанын қарап, оны тереңнен түсініп, зерделеуіміз қажет. Сондықтан сұрақ басқаша қойылу қажет. Сұрақ былай болу қажет. Бүгінгі таңда күн тәртібінде белгілі бір маңызды мәселелерді көтеруде дәстүрлі медианың әлеуетін көтеруге біздің қоғамда ұмтылыс болу қажет. Бұл не дегеніміз не? Кішкене басқаша көзқарас болуы мүмкін дегенмен, бұл дегеніміз, бізде газет өндірісі ұмыт қалмауы қажет. Бізде радио арқылы хабар тарату ұмыт болмауы қажет. Бізде телевидениенің, дәстүрлі медианың әлеуеті әлі де арта түсу қажет деген месседжді айтқым келіп келген. Өйткені онсыз манағы Нұрбек айтып жатқан сараптама болуы да мүмкін емес. Мысалы, соңғы кезде көп айтылатын, егер Netflix эффектісін қарайтын болсақ, видео on demand деген жаңағы дүниені оқып жүрген шығарсыздар, ол дегеніміз не? Дәстүрлі медиумның барлығының жаңа интернеттік әлемге бағытталып, бейімделе отырып, аудиторияны сол жерден тарта алуы. Netflix қаншама қаражат қазір жинап отыр, бірақ ол тудыратын продуктлар, өнімдер, дәстүрлі медианың өнімдері. Сондықтан біз жерде гибридті түрде
дәстүрлі медиа мен жаңа медиа гибридті түрде, гибридті системаны қалыптастыра отырып, өзінің әлеуетін жоғалтып алмауға тырысу керек. Ол үшін не істеуге болады деген сұрақта мен кейде ойлаймын, дәстүрлі медиада мүмкін жаңа медианың элементтері болуы қажет шығар. Сондықтан кликбейттердің манадан бері айтып отырған хайп жинайтын дүниелердің болуы да заңды. Өйткені ол адамның табиғаты, адамның психологиясы. Біз егер медиа саласын дамытамыз десек, оны әрбір адамның психологиясын, ақпаратты қабылдау, экологиясын қалыптастырудан, жалпы коммуникациялық экологияны қалыптастырумен ұштастыруымыз керек. Сол кезде біз көп бос әңгімеге, көп шумға, көп хайпершумдарға, гипершумдарға назар аудармаймыз. Мысалы, біз айтып отырған бүгінгі дүниелердің көпшілігі outliers деген дүние болады ғой, зерттеулер жүргізген кезде. Уникалды бір исключительный случайлар, яғни мысалдар ғана болуы мүмкін. Соған көп шум, соған көп әңгіме кетіп қалып жатыр. Дегенмен салада даму бар, өте жақсы даму бар. Және саланың дамуы жекелеген адамдардың ақпараттық сауатының дамуымен, ақпараттық экологияны қалыптастыра алу мүмкіндігімен және ақпаратты диверсификациялау мүмкіндіктерін қалыптастырумен қалыптасады. Сондықтан бұл ретте тек диверсификация ғана, ақпаратты қабылдаудағы сын тұрғысынан ойлау элементтерін енгізу арқылы біз ақпараттық экологияны, коммуникациялық экологияны және көптеген бүгінгі осы кезге дейін жігіттердің айтқан дүниелері адамның ішкі этикет мәселесімен, ішкі құндылықтар әлемінің қалыптасуымен өз-өзінен сүзгі қалыптасатын дүниелер деп есептеймін. Сондықтан дәстүрлі медиада қазір жаңа медиумға бейімделу үстінде және бейімделу процесі әр медиада әртүрлі болуы мүмкін, бірақ дәстүрлі медиада жаңа медианың ізін алып қуып келе жатыр, бейімделу үстінде. Мысалы, қазір білеміз, кез келген дәстүрлі жаңағы институтта, мысалы, газеттердің өзінің бейімделіп жатқанын көріп келе жатыр. Үлкен цифровой департаменттер ашылып жатыр, үлкен телеарналардың жанынан. Оның сыртында біз дәстүрлі жаңағы онлайн платформаларды ешкім оқымайды деп айта алмаймыз. Мысалы, Тенгринюстың қаралымы қандай, е? Сондықтан біз бұл жерде шумға, дүрбелеңге, астары жоқ әңгімелерге бірінші кезекте еріп кетпеуіміз керек. Біз бірінші кезекте ғалымдар не дейді, социологтар не дейді, психологтар не дейді, политологтар не дейді, мысалы біздің сырым құсаған солардың сөзіне мән беріп, тіпті қандай да бір сырттай жаңағы бір үрдістері қалыптаса бастаса, әлеуметтік желіге көбірек мән берейік деген әңгімелер қалыптаса бастаса да, олардың астарының 10-даған жылға барама, 20 жылға барама, соны түсінуіміз қажет. Мысалы, бұған дейін көпшілік айтып жүрді, эко-чембер деген дүние бар, иә? Адамдардың интеллектуалдық тұрғыда белгілі бір шеңбердің ішінде қалып қояды, радикалдана түседі, сенімдері өзгереді деген дүниелер айтып, бірақ соңғы зерттеулерді қарайтын болсақ, олардың барлығының астарында терең зерттеулердің жоқтығын көрсетіп отыр. Сондықтан ел боламыз десек, болашағымызды ойлаймыз десек, біз дәстүрлі медианы тәрк етпей, дәстүрлі медианың әлеуетін көтеру арқылы контентті кинг патшаға сапа мәселесіне мән беру арқылы және өзіміздің культурный, мәдени жаңағы дүниелерімізді, құндылықтарымызды басшылыққа ала отырып, осы екі алтын тінді үзбей, болашаққа бір баланс ұстай отырып қадам баса аламыз. Толықтай келсем, Жайнагүл ханым, осы орайда тағы бір айта кететін пікір, мысалы ретінде дамыған елдерде, мысалға Жапонияда да, Швейцарияда да осы екі елде болғанда, соңғы осы бір жылда, мен әдейі медианың даму қарқынын қараған болатын. Қалай дамиды? Олар жаңалықты қайдан алады, генерация қайдан жүреді? Сол кезде менің қатты таңғалғаным, Швейцарияда, Женеваның өзінде халық мүлдем әлеуметтік желіде отырмайды. Олардың өздерінің налогтары бар, салықтың ішіне үйдегі радио қосылған. Яғни әрбір үйде радио бар, олар радио арқылы тек қана ресми ақпаратты алып тұтынып отырады. Дәстүрлі медиаға сенім. Сосын кешкі жақын әрине газет және де телеарна көреді. Яғни оларда біз сияқты әлеуметтік желіні қуып, сол жерде ғана біз дәстүрлі медиаға сенбейміз деген мүлдем жоқ. Ондай тақырып талқыланбайды да. Оларда ең біріншісі сенім, ол тек қана осы дәстүрлі медиаға деген. Ресми бұқаралық ақпарат құралдарға деген. Бұл жерде меніңше жастардың қазіргі осы жерде отырған жауапкершілігі үлкен. Мысалы, дамыған мемлекеттерді алайық, Еуропа мемлекеттерінде әлеуметтік желіге баса көктеп кетіп қаламыз деген екпін қозғалыс оларда да болды. Олар қалай тежеді? Мен айтам, әрбір адам қазіргі таңда медиум деп.
әрбір адам медиум, мысалы сырым медиум. Сырым қоғамда алдындағы өзінің жауапкершілігін сезіне отырып, тарих алдындағы жауапкершілігін, тарихи тұлғалар алдындағы жауапкершілігін сезіне отырып, солайға лайықтап аудиториясына контентті беріп отыр. Еуропаның дамыған мемлекеттеріндегі жастар не істеді деген сұраққа жауап іздеп көрейікші. Олар мысалы әлеуметтік желідегі хейптарды, әртүрлі дүниелерге өздері саналы түрде жауапкершілігін сезіне отырып қарсы тұра алды. Мысалы әлеуметтік желілердегі әртүрлі обсуждениелер бар ғой, соларды қарап отыратын болсақ, мысалы әртүрлі ұлтаралық араздық туындап жатса, жаңа хейттар кетіп жатса, жастар бірінші кезекте билікке қарап отырмайды, өздері контентті волонтер есебінде әлеуметтік желіде отырып түзеді де, ойы бұзылып бара жатқан, радикалданып бара жатқан жастармен өздері тікелей жұмыс жасайды. Бізде осындай жауапкершілік бар ма? Біз қоғамда осындай экологиялық, коммуникациялық экологияны қалыптастыра алып отырмыз ба? Меніңше біз керісінше дүрбелеңге, дүрмекке еріп кетеміз де, солардың соңына бұл дегеніміз не? Сын тұрғысынан ойлау аспектілердің қалыптаспауы. Жайнагүл ханым, өзіңіз де естіп жатсыз, бір айдың ішінде қанша 15 акимат, 8 министрлік хабарласып, ақпаратымыз салып берші деп жатыр. Яғни олар да мысалға онда дәстүрлі медиа мен ресми бұқаралық ақпараттық құралдарын менсінбей әлеуметтік желі мен жаңа медиаға кетіп жатқаны ма? Ол енді менсінбеген емес, мне кажется, пресс-службалардың әлсіздігінен бұл. Бұл жерде коммуникациялық дүние ғой. Мысалы, егер біз Қазақстандағы ақпаратты тұтынушылар жөніндегі зерттеулерді кім жүргізеді? Қанша институт жүргізеді? Және олардың разнообразен әртүрлілігі бар ма? Мысалы, тек интерньюстың ғана зерттеулері бар екен бізде, ал басқа институттар, мысалы, тәуелсіз институттар бар ма? Және бізге жетіп жатқан ақпараттардың аясында мен мына контентті түсіру жауапкершілігін кімге берем деген дүние ғой. Сондықтан бұл жерде акиматтардың жанында сауатты коммуникаторлар отыр ма? Олардың қолындағы ақпараттар қаншалыққа шындыққа жанасады? Егер олар, мысалы, біріншіден бұл жерде аудиторияның жас шамасы, аудиторияның білім деңгейі, аудиторияның сауаты және қажеттілігі деген дүние ғой. Сондықтан ол акиматтың мысалы жанында отырған пресс-служба қызметкері өзіне керек аудиторияны нақты білетін болса, соның жаңағы сипаттамасын, онда ол басқа адамға мысалы тапсырыс берер ме еді? Мысалы сырымға келді, өйткені сырымның аудиториясы өте сауатты, жас шамасы жаңағы аудиториясының шақталған, өз секілді өзінен жастай балалар болуы мүмкін. Сондықтан да белгілі бір тапсырыспен келіп жатыр. Ол бір жағынан акиматтың адамы тапсырыс берген кезде қандай аудиторияны діттегенін де білмейміз ғой. Ол интеллектуалдар болуы мүмкін, ол тіпті балалар болуы мүмкін. Бірақ бір нәрсені айта кету керек, бізде мысалы дәстүрлі медиада отыратын аудитория 6 жастан 55+ дейін кетеді. Келеді, кетеді, қозғалып, миграцияланып, әртүрлі жаңа кеңістікке ауысып жүреді, әртүрлі контенттерді қалайды. Ол да аудиторияның қалауы. Егер аудиторияның қалауы өзгерген кезде, ол жаңағы былай ғой, адам өзінің өмірінде қалыптасу, трансформациялау жолында әртүрлі жаңағы тақырыпты тұтынады, әртүрлі тақырыпты жейді, әртүрлі ақпаратты жейді, тұтынады. Осы тұрғыдан алған кезде мен мысалы 10 жастағы бала мен 50 жастағы кісінің қажеттілігі бірдей болмауы мүмкін. Сондықтан миграцияланып, көшіп қонып жүру, ақпараттарды жаңағы әртүрлі жаңағы домейндерден алу, бұл дәстүрлі қалыпты құбылыс. Сондықтан даму бар. Ең бастысы қалыптасу бар. Мен әлеуметтік желілерді бұл жерде жаңағы бүкіл қоғам үшін беретін жақсылығын тәрк ету үшін келген жоқпын. Керемет дүние, неліктен? Мысалы, неліктен біз керемет дүниеге, бұл инструмент біз пайдаланатын, және сол инструментті қалай күшке айналдырамыз деген тұрғыдан келу керек. Мысалы, дамушы елдердің көпшілігі әлеуметтік желілерді қоғамды біріктіру үшін, қоғамды трансформациялау үшін пайдаланады. Мысалы, бір Африка елдерінде ауылда құдық жоқ. Ауылда құдық жоқ, немесе газ тартылмаған, су бармаған. Осы ретте біздер әлеуметтік желіні пайдалану арқылы жиналып, қандай да бір қаражатты жинап, сол әлеуметтік проблеманы шешуге пайдалануымыз болады. Біздің бұл жердегі мәселе жаңағы негативті дүниелерге бағыттап жіберуде ғой, эмоционалды күшті. Сондықтан әлеуметтік желінің егер қалауын табатын болсақ, басқа да мынау социальный жобаларға, жастардың арасында бірігуге, қозғалыстар қалыптастыруға, тіпті әлеуметтік институттарды құрылымдауға жұмсауға болады. Сондықтан бұл жерде біз әлеуметтік желіні қалай пайдалануымыз қажет,
қалай эффективті түрде және креативті индустрияны қалыптастыруда әлеуметтік желілердің беру мүмкін біздің қоғам үшін мүмкіндіктері өлшеусіз. Мысалы мен осы жерде ойлаймын да, егер қазақтың мысалы сөйлей салатын балалары, сөйлеушілері әлеуметтік желінің мүмкіндігін пайдаланып отырып, жаһандық жаңағы институттармен, ассоциациялармен коллаборация жасай арқылы бір онлайн платформа қалыптастыратын болса, керемет болар еді. Ол креативті индустрияның дамуына жол ашатын бір мысал ғана. Сондықтан әлеуметтік желінің біздің қоғам үшін беру мүмкін мүмкіндіктерін, плюстарын біз тәрк етпеуіміз қажет, соны мүмкіндігінше пайдалануымыз қажет. Тағы да айтамын, шумға, артық әңгімеге, хайпқа көп мән берудің қажет жоқ. Ол адам сол тұста сол ақпаратты тұтынудың эмоционалды тұрғысында, сатысында қалып қояды, интеллектуалдық тұрғыда. Сондықтан даму керек, әртараптылық керек. Жақсы, осы орайда тағы бір сұрақ бар. Мысалға, контент туралы айтып жатырмыз, генерация контенті. Бұл контентті жасаушы көбіне жауапкершілік ала ма, әлде осы контентті тұтынушы өзінің жауапкершілігінде өзі таңдай ма? Мысалға, мен қазір жауапкершілік туралы айтқым келіп тұр. Жауапкершілік кімде көбірек? Контентті жасаушыда ма, әлде контентті тұтынушыда ма? Яғни біз тұтынатын контентті өзіміз таңдаймыз, артынан іздеп барамыз, өзіміз соның аясында шешім қабылдаймыз. Әрине, көбіне ол эмоционалды шешім болып жатады, өйткені соңғы сотты да көрдік, көбіне 90% барлық жерде посттарда, комментарийде көбіне эмоционалды қорытындылар болып жатты, мысалға. Осы орайда, Нұрбек мырза, сіз қалай ойлайсыз? Жауапкершілік кімде көбірек болу керек? Контентті жасаушыда ма, әлде тұтынушы өзінің алдында өзі жауапкершілік болу керек па? Мен бұл сұраққа сәл басқа қырынан жауап беруге тырысайын. Жалпы жаңағы дәстүрлі және жаңа медиа деп жатырмыз ғой. Ол қазір тұтынушыға келемін. Жалпы бүкіл әлемде мынандай бір тренд бар. Оны әлеуметтанулық зерттеулер нәтижесіне қарап байқауға болады. Яғни дәстүрлі баққа деген сенім жылдан жылға азайып бара жатыр. Газет болсын, телевидение болсын, тіпті мысалы ақш-тың сол ақпарат тұтыну паттерндарын қарасақ, ол жерде локалды газеттер қазір көптеп жабылып жатыр. Себебі оларды сатып алатын адамдар жоқ, басқа дегендей. Сондықтан бұл жерде қазір біздің өміріміз, былайша айтқанда, енді тұтыну паттерны, жаңағы ақпарат тұтыну паттерндарын қарасақ, көбінесе әлеуметтік желі деп айтып жатырмыз ғой. Яғни біздің қазір өміріміз алгоритмдерге тәуелді болып қалды. Оның жаңа басын Жайнагүл ханым өте жақсы айтып кетті. Эко-чамбр қалыптасады, яғни алгоритм өзі сіз тұтынған артынан іздеп барған контентімізді білетті, және бізге сол типтегі, сондай форматтағы және сондай мазмұндағы контентті ұсынады да тұрады. Біз сондықтан өзіміз сенетін, өзіміз қуаттайтын және құндылықтардың шеңберінде қалып қаламыз. Бұның ең үлкен зардабы бұл қоғамдағы поляризацияға алып келеді. Осы тұрғыдан келген кезде менің ойымша қазір біздің үлкен форумның аты болашақтың дидары және медиадағы жасанды интеллект қой. Қазір ғалымдардың айтып жүрген ең үлкен бағыты және ойлану керек нәрсе ол технологияның, ағылшын тілінде оны bias деп атайды, алгоритм bias деп атайды. Оны қазақша қалай аудару керек мен білмедім. Алгоритмдердің бір жақтылығы дейік. Бір жақтылығы деу керек болады шығар. Сол түптеп келгенде жаңа айтқан түптеп келгенде бұл жерде контент жасайтындар да, тұтынатындардың да жауапкершілігінен көрі, осы технология жасайтын адамдардың үлкен жауапкершілігі бар. Facebook, Twitter. Негізі, өйткені қазір жасанды интеллектіді айтып жатырмыз ғой. Мысалға, мен жасанды интеллектіден осы тұрғыда қорқам. Неге? Өйткені жасанды интеллект қазір көріп жатыр, көбіне хайп керек, кликбейт керек. Яғни сол контенттің аясында олар сол жаңадан контент генерациясы жатыр. Яғни біз осыдан ертең шыға алмай қалуымыз мүмкін ба? Осы орайда мысалға дәстүрлі медиада қарқынды жұмыс істеу бастау керек қой. Өйткені жасанды интеллект ертең бізді осы фейкпен де, осы хайппен де тамақтандырады, былай қарап тұрсақ. Сондықтан да айтып отқан, бұл жерде ең бірінші жауапкершілік осы технологияны жасап жатқан азаматтардың мойнында деп айтуға болады.
егер олар шынымен де қоғамда бір хейт аз, поляризациясы төмен бір саналы қоғам қалыптастырады десек болса, онда сол технологияның қолданушыларының қандай контент тұтынатын, олар үлкен ғылыми сараптамалық, жаңағы психологиялық, әлеуметтанулық сараптаманың негізінде сондай алгоритмдерді ойлап табу керек деп мен ойлаймын. Біз баланс сақталу керек шығар бұл жерде. Мысалы, сіздің айтып отырған ойыңыздың бірінші үлкен корпорацияларға, қазір әлеуметтік желілерде жаңағы контент толтырып жатқан алып келеді ол Facebook. Қазір Америка құрама штаттарында мысалы конгресспен күнде соттасып, конгрестің алдына күнде келіп жауап беріп отырған Цукербергті алайық, Твиттерді алып қарайық, бізді осындай мәдениетке үйретіп тастаған, шеринг мәдениетіне, кликбейт мәдениетіне үйретіп тастаған, және осы компаниялардың жауапкершілігі тұрғысынан қарау керек. Бірақ бұл жерде халық неге қорқады? Жаһан халқы неге қорқады? Өйткені датаның белгілі бір институттың қорында сақталуы, және ол жай ғана дата емес қой, ол үлкен мемлекеттердің тағдырын шешетін дата. Мысалы, 18 миллион халықтың жаңағы бүкіл іс-әрекет психологиясын, өмір сүру тәсілдерін бір Фейсбуктың қоржынына салып беру біздің бүкіл психологиямызды, тағдырымызды, тарихымызды қаншалықты гуманистік тұрғыда дұрыс деген сұрақ. Сол секілді Европаның мемлекеттері де Америка құрама штаттарындағы алып корпорацияларға өздерінің тұрғындарының датасының, ақпаратының кеткенін қаламайды. Неліктен мысалы Твиттерден, не Фейсбуктан мысалы пайдаланбайды, мысалы Қытай. Өйткені өздерінің тұтынушыларының датасының жаңағы қарсылас мемлекетке кеткенін қаламайды. Сондықтан да біз жердегі әңгіме жоғары деңгейге көтеріледі. Ақпаратты кіммен бөлісуіміз қажет, қандай ақпараттық платформаларда отыруымыз қажет. Бізге өзіміздің платформамыз қажет. Өзіміздің платформамыз. Бірақ біз жерде дата мәселесі туындайды. Сондықтан бұл жерде қазір тек қана коммуникациялық экология мәселесіне емес, датаны жинақтау өзіміздің елде, оны өз кәдемізге жарату, кімге береміз, бермейміз деген мәселені шешу проблемасы туындайды, искусственный интеллекттің келуімен. Бұл жерде тағы бір мәселе бар. Бұл жерде тағы бір мәселе бар. Сол датаны пайдалануға болашақта журналистерге, жаңа медиумдың журналистеріне мүмкіндік беріле ме деген сұрақ туындайтын секілді. Сондықтан бұл жерде біріншіден баланс сақталуы қажет. Адам өзін өзі қорғауы қажет. Адам өз ақпаратын қорғау. Екінші, бізге ақпаратты ұсынып отыратын контент туындаушылардың жауапкершілік мәселесі туындайды. Баланс болу қажет. Осы жерде бір ой қоса кетерім. Қазір жаңа Нұрбек жақсы ой айтты. Алгоритмдердің бір несіне айналдық дейміз ғой, яғни қол жауығына. Яғни егер мысалға сіздің ютубыңызды ашып қалсаңыз, сіздегі шыққан жаңағы сізге контентке шығып отырған видеолармен, мысалға солтүстік өңірлерде, оңтүстік батыс өңірлерде тұратын азаматтарымыздың енді қазақша, орысша бірден бөлек, яғни поляризация дейміз ғой, өте түрлі контент шығады. Мен ойымша қазір біз кликбейт, хайп тақырыбы болғандықтан, мен ойымша қазіргі біздің басты мақсатымыз контент мейкерлердің. Яғни жаңа хайп дейміз, ойбай, мына жақта апыр-топыр мәселе болып отыр, ойбай хайп, ойбай қалай күресеміз, қалай сапалы контент. Мен ойымша онымен күресіп керек емес. Бірінші кезекте біз кішкене мудро дейміз ғой, яғни ақылды парасатты оймен. Керісінше, кликбейт хайптың мықты күшін, пауырын, технологиясын қолданып, сапалы контентті кликбейт істеуіміз керек, мен ойымша. Сапалы контентке хайп әкелсек, яғни дұрыс хайп дейміз ғой, яғни сонда біз көрермен алып келеміз, ол көрермен сапалы контентті қабылдайды. Жаңағы бізде қаншама білесіздер ме, қаншама бізде аналитикалық жұмыстар бар. Өкінішке орай ешқандай қаралым жоқ, ешқандай ол айлап бойы кейбір авторларымыз, аналитиктер, журналистер айлап расследование жасайды, зерттеу, тергеу. Бірақ ол 45 қаралым жасайды. 45 қаралым. Егер оны біреу жаңағы, егер осындай жерде дұрыс технологияны пайда болып, оңаған кликбейт жері жүрсек, мен ойымша бұл жерде күресетін ешқандай жер, яғни бұл екі жаққа да жаңа таразының 100%-да екі жаққа да қанағаттанады деп ойлаймын. Бұл жерде жаңа сіздің сұрағыңызға тағы толықтыра кетсем, жасанды интеллекттің болашағына байланысты сәл даусыңызда бір үрей, сенімсіздік, қорқыныш болды. Қорқыныш бар. Қорқыныш бар, әлемде осы технология байланысты адамдар екі категорияға бөлінеді. Технооптимистер және технопессимистер. Технооптимистер, олар қазір жасанды интеллекттің күшімен біз барлығын қырамыз, жоямыз, ғасырлап шешілмей жатқан әлеуметтік, экономикалық, денсаулыққа байланысты мәселені шешеміз және оны жылдам шешеміз деген бір ұстаным бар. Технопессимистер, олар этика мәселесі не болады,
сосын жаңағы жалған ақпарат бар, басқа да деген сияқты. Ал шындық үнемі осының ортасында болатын сияқты. Біз жаңалықты әркез үреймен, бір күдікпен қабылдаймыз. Әркез солай да болған. Кезінде адамдар көлікті де солай қабылдамаған, ұшақты да солай қабылдамаған, интернетті де солай қабылдамаған. Бірақ біз онымен қаласақ та қаламасақ та біздің өмірімізге ол еніп жатыр. Осы тұста одан қорқудың немесе соған бір қаса бір бас қатырудың қажеті жоқ сияқты. Себебі жасанды интеллект тудырған проблеманы жасанды интеллекттің өзі де шешуі мүмкін. Дәл осы контентке келетін болса, контентті жасау, оны модерациялау, авторлық құқықты сақтауға келген кезде ол автомат түрде жасау мүмкін. Фейкті де автомат түрде анықтау мүмкін. Сондықтан енді мен осы тұрған кезде оптимист болуға тырысам. Және менің ойымша бұл адамзаттың мүмкіндігін молайтатын және қиялымызды жетпеген жердегі жеткізетін бір тамаша мүмкіндік қой деп ойлаймын. Жақсы. Осы орайда тағы бір пікір, ары қарай тақырыпты жалғастырсақ, жалпы қазір мына әлеуметтік желілерді айтып жатырмыз ғой, әлеуметтік желілердің авторлары кім екені әрине түсінікті, кім Инстаграмның авторы кім жасаған, Фейсбуктың дегендей. Жалпы қазіргі соңғы статистиканы қарасақ, ашық ақпаратты қарадым. Негізі, білесіздер ма, Инстаграмның ең үлкен охваты осы ТМД елдерінде, білесіздер ма, қай мемлекетте? 60% бізде өйдеймін. Әйелдер соның үшін 70%. Қазақстанда, яғни Инстаграмды ең көп тұтынушылар, ол Ресей емес мысалға, Өзбекстан емес, ол көбіне Қазақстан. Бірақ былай қарап тұрсақ, сол әлеуметтік желіні жасаған авторлардың елдері бұл әлеуметтік желілерді қазір қолданбайды. Олар өздерінің дәстүрлі ресми бұқаралық ақпараттық құралдар арқылы ақпаратты алып отырады. Сонда біз басқа елдердің жасаған тауарларын, заттарын тұтынушы бола отырып, өзіміз бір шұңқырға түсіп кетпейміз ба ертең? Мысалға, мен өзім әрқашан айтам, әрине мен модераторым, мен мына жерде пікірмен көп бөліспеу керекпін, бірақ дегенмен айтқым келеді. Мысалға, мен барлық жерде дәстүрлік принципті ұстанам, үйде болсын, отбасыда, жұмыста болсын, мысалға, ақпаратты тұтынғанда да, ақпаратты жасағанда да, Сондықтан мен айтам, әрқашанда баланс болу керек. Крен бір жаққа қарай кетіп қалмау керек. Өйткені мен, сіз айтып жатсыз, мен бұл жағынан пессимистпін. Өйткені мен шынымен менде қорқыныш бар. Егер де біз барлығымыз фейк, кликбейт, хайптың артынан кете берсек, дәстүрлі, шынайы, сапалы, аналитикалық контент жасайтын медиаларымыз ертең артта қалып қояды. Неге? Өйткені мен өзім осы жақын арада Қазақстан ұлттық арнасына келдім. Сенесіздер ме, ешқашанда тікелей эфирде жүргізуші болып көрмегем, ешқашанда. Кейде отырып, бұрыннан отырып, осы дәстүрлі медиаларды кішкене сынайтын кездерімде болған болатын. Бірақ қазір өзім Қазақстан ұлттық арнасына келіп, жұма күні тікелей эфирде жұмыс істеп отырып, мен көріп отырмын, ол шынымен де қандай үлкен жұмыс. Ол жерде хайпқа жол жоқ. Ол жерде отырып, тікелей эфирде сен халыққа, қазақ тілді аудиторияға, ауыл шалғайдағы жерлерге, апаң атаңа сен барып фейк айта алмайсың. Кликбейт үшін хайп жасай алмайсың. Яғни ол жауапкершілік. Осы орайда мен айтқым келіп отырғаны, білмеймін, тікелей эфир бар шығар осы жерде, әлеуметтік желілерде бар шығар, айтқым келіп отырғаны, контент жасайтындарға біз өзіміз жауапкершілік алу керекпіз. Яғни контент жасайтындар, біз хайп, охват жинаймыз деп, ертең өзіміз осы шұңқырға түсіп кетпейік деп айтқым келіп отыр. Егер де осы орайда қосатындарыңыз болса, мысалға Сыр мырза. Мен ойымша, бұл да әрине ең басты жауапкершілік әрине контент өндірушіде, мен толықтай келісем, бірақ қазір егер біз TikTok'та ашып қарасақ, қаншалықты жауапкершіліктің тұтынушыда екенін айғақ көре аламыз. Неге десек, TikTok'та білесіз бе, бізде қазір өткенде бір статистика болған, 35%, яғни ең ауқатты контент, миллиондап жинайтын контент 35% жаңағы авторы белгісіз кісілер. Яғни бес-ақ несі бар, оқырманы бар. 6 оқырманы бар, бірақ ол сондай бір хайпты, трендті видеоны сабаттағы 2 миллион қаралым жинайды. Қазір яғни жазушы, подписчиктер деген нәрсе қазір енді соңғы алгоритмдер бойынша өткен шаққа кетіп бара жатыр да, яғни қазір трендке кіру. Яғни TikTok'та әрине біз білеміз, мына танымал тиктокерларды білеміз, бірақ көбінесе саяси әсіресе медиа, саяси тақырыбындағы контентті кім жасайды? Кез келген адам қолында, кез келген адам, яғни TikTok'ы бар адам қазір бұқар ақпарат құралына, TikTok'та бұқар ақпарат құралына ие болды. Яғни соның нәтижесінен қазір TikTok'ты бұғаттау, немесе оны жаңағыдай
қысу секілді сондай бір ойлар айтылуда. Бірінші кезекте бірақ енді мына яғни бұл тиктоктағы контент тұтынушының жаңағы жауапкершілігін айға көрсетеді. Бірақ Instagram, Facebook, яғни бізде көптеген қаншама анонимді пабликтер бар, немесе жай ғана аты жоқ, яғни бір бұл жаңалықтар паблигі дейді. Оның кім екені, қайдан шығарып отырғанын бір Құдай біледі, бірақ оған енді оның да аудиториясы бар, оны да қарайды, оны да қаншалықты жаңағы фейк, кликбейт деген сияқты. Соны осы кезде адам, яғни тірі адам, парақшаның артында тірі адам тұрса, оған әрине адамның артынан аудитория жүреді. Яғни оған сенім, кісіні бар, тірі кісі өтірік алдамайды, яғни өтірік алдамайды болған кезде сен оны білесің, көресің, оны табуға болады, әрқашанда оны жауапқа тартуға болатынына сенімдісің. Сол кезекте шығар, мүмкін мысалға мен өз мысалымды айтып кете аламын, жаңағы қаншама бізде бұқар ақпарат құралдар, мен де кезде өзім ойланатынмын, неге менің аудиториямды жаңалықтар қарайды, бізде қаншама жаңалық көзі бар, қаншама бізде бұқар ақпарат құралы бар, неге біздің жұртшылық кейбір аудиторияны неге мен өзім жаңалықтарға үйретіп алдым, жаңағы агрегатор ретінде. Өйткені олардың айтуынша басты себептерінің бірі оперативтіліктен бұрын, яғни тірі адамның болуы. Кейде біз бұқар ақпарат құралдарының кім екенін, қайдан екенін білмейміз дейді. Осы кезекте мен тағы да бір айта кететін бір жайт, яғни мен ойымша аудиторияны жинап алған үлкен агрегат, үлкен аудиторияны жинап алған миллионниктар, контент мейкер бар. Осы аудиторияны енді ұстап тұру мақсатында әрине көбісі не істейді, жаңағы хайпқа берілуі мүмкін, немесе бір тренингтер жасайды. Мен ойымша бұл жерде керісінше адам деген өзінің, яғни мамандығына қарай, өзінің профессионалдық қай салада профессионал, сол салада болсын, өзінің бір ағартушылық жұмысын жасау керек. Тағы да бір ғана мысал келтіріп өтейін. 8 наурызда халықаралық әйелдер күніне менде бір сондай эксперимент болды. Өзімнің аудиторияма фейк таратып, фейк таратып, жоқ, халықаралық әйелдер күні болғандықтан ондай еш мысал болмас еді. Біздің тарихымызда, яғни танымал емес, өкінішке орай фигураларды алып, яғни Айғаным Сарғалдақ қызы, Жәңгір хан кезінде тұрған Бопай ханым, кім бар бізде тағы, Фатима ханым, яғни Жәңгір, Бөкей ханның ордасында өмір сүрген қазақ батырларды жинап, яғни танымал, енді жұртшылыққа танымал емес батырларды жинап, 8 минутқа рил жасап, батыр қыздарды. Иә, батыр қыздарды, батыр әйелдерді, батыр қыздарды жинап, архивтан суреттерін жаңағы кітаптардан алып, оны цифрландырып, әдемілеп, дизайнмен, рилзбен салып, қысып, яғни үлкен енді ауқымды кітапқа келетін материал, оны 8 минутқа дейін қысып, өзімнің сөзімен, комментариймен, ең басты түсінікті жаңағы бір ауыр контент емес, жеңіл түрде беріп, ақыры ол 850 мың көрсетілім жинады. 850 мың. Яғни сонда мен өзіме бір отырып, 9 наурыз күні отырып сұрақ қойдым өзіме. Осындай қашан, яғни жаңағы әйелдер тақырыбына байланысты тарихқа, яғни фейк емес, бұл кликбейт емес, былай қарасаң кликбейт емес қой, бұл енді ағартушылық материал. Қашаннан қай күні осындай ағартушылық материалдың миллионға жуық шақырым жиналғаны на самом деле өте сондай бір қуанышты маған не болды. Яғни мен өзімнің көрерменіме, оқырманыма бір қуанып қалдым десем болды. Мен Назым сұрағыма Инстаграмға кішкене қорқынышпен қарадым ғой. Тағы да айтам, біз Нұрбек екеуміз бүгінгі оптимистпіз ау деймін. Мен пессимист. Өйткені кез келген медиумның, мысалы медиум есебінде қарайтын болсақ, Инстаграмға немесе Фейсбукқа халыққа берері өзінің позитивті тұстары болады. Не берді Инстаграм? Теория ретінде қарайтын болсақ, mirror holding, window opening деген теория бар әлеуметтік желілерде. Ол дегеніміз не? Бұл кез келген медиум біздің көкжиегімізді қалай кеңітті, бізге не берді деген тұрғыдан қараймыз. Жоқ, бізді қандай тығырыққа немесе құзырға, құдыққа құлатты деп емес, бізге не берді деген ойлап тұрғыдан қарайтын болсақ, бізге екі дүниені берді Инстаграм. Біріншісі, халық Инстаграм арқылы адам өзін өзі көреді психологиялық тұрғыда. Мысалы, адам ертеңгісін тұрып айнаға қарайды да, өзінің болмысын көреді айнадан. Сол секілді Инстаграмға қарау арқылы осы жерде отырған кез келген азамат өзінің болмысын көреді да, мен кіммін деген сұрақ қояды. Ол жақсы дүние болуы мүмкін. Өйткені Инстаграм арқылы біздің тереземіз, көкжиегіміз көп елмен теңесті. Біз мысалы Инстаграмды қараймыз да, қазір Африкада не болып жатыр, Америка Құрама Штаттарында, Қытайда не болып жатыр, тағы басқа. Ол не үшін керек ол ақпарат бізге? Теңесу үшін, солай болуға ұмтылу үшін керек. Осы тұрғыдан алғанда біздің көкжиегімізді кеңейтіп, басқа да мүмкіндіктердің бар екенін, белгілі бір елдерде мынадай әлеуметтік мүмкіндіктердің болып жатқанын, көмектің, мысалы, ковидтің кезінде біз неліктен басқа елдерде әлеуметтік көмек көп төленеді, бізде аз төленеді дедік. Оны қайдан көрдік біз? Әлеуметтік желілерден көрдік. Сондықтан ол теңестіру процесін, жақсарту процесіне бастамашы болды бұл медиум. Екінші,
жергілікті жерлердегі мысалы билік өкілдері бар ғой, әрбір елде өзінің үкіметі бар. Сол үкіметтің жұмысын одан әрі ширата түсуге ықпал етті. Мысалы, кешегідей су тасқыны кезінде немесе әртүрлі табиғи апаттардың кезінде басқа мемлекеттерде болып жатқан алдын алу процестері қаншалықты эффективті түрде жүргізілді. Біз мысалы қазір сол әлеуметтік желілер арқылы белгілі бір датаны жинақтау арқылы белгілі бір аналитикалық қорытындыларды жасай аламыз. Мысалы, айталық, Америкада орман өртенді дейік. Сол орман өртін алдын алу үшін сол мемлекет қандай стратегияларды пайдаланды? Қалай, қанша уақыт тездікпен, қанша уақытты жылдамдықпен, машина қай уақытта жетті? Осыны анализ тұрғыдан қарап, біз өзімізге соны пайдалана аламыз. Әлеуметтік желілер бізге датаны көбірек жинақтауға, сол арқылы шешімдерді эффективті түрде шығаруға көмектесті. Бұл өте үлкен жаңағы тәрк етуге болмайтын мүмкіндігі. Инстаграмның берген, Фейсбуктың берген, әрлік әлеуметтік желінің. Сондықтан да сол тұрғыдан ойлау керек шығар, бізге қаншалықты датаны берді деп. Мысалы, айталық, Қытайды алып қарайтын болсақ, Қытайда үлкен жер сілкінісі болды, 2008 ме екен жер сілкінісі болған. Мысалы, сол кезде халық сол кездегі халық басқа елдердегі жер сілкінісі болып жатқан кездегі пайдаланылған дүниелерді көре отырып, екі бірдей мемлекеттегі дүниелерді салыстыра отырып, биліктің сол кездегі эффективті шешімге шығаруына мүмкіндігі ашылған. Ал оның бізге беретін негативті эффектілері салыстырмалы түрде аз болуы мүмкін. Тағы бір нәрсеге айтқым келеді, Эко Чемберде сіз айтып отырсыз, біз қалып қоймаймыз ба? Инстаграмның ішінде 60 миллион әйел, 60% әйел сол іште қалып қоймай ма деген. Қалмайды. Қалдырмаймыз десек. Қалмайды, ол қалу мүмкін де емес. Хабарға алып шығамыз. Жоқ, қалмайды. Өйткені ғалымдар айтады, осындай чемберлердің, яғни интеллектуалдық жаңағы пузырлардың немесе көпіршіктердің ішінде қалып қоятын адамдардың үлес салмағы әр қоғамда, әр мемлекетте 5%-дан 3%-ның төңірегінде ғана болады. Одан өсуі мүмкін де емес. Өйткені әртүрлі адамдар бар, әртүрлі топтар бар. Ол әйелдердің ішінде біреу врачтары болуы мүмкін, болмаса белгілі бір жаңағы мұғалімдер болуы мүмкін, әртүрлі аудитория сегменттеледі ғой. Сондықтан қозғалып жүруі мүмкін бір белгілі бір шеңберлердің ішінде, бірақ қалып қоймайды. Сосын сенім деген дүние бар. Priors дейді ағылшындар. Мен неге сенем о бастан? Сол сенімді өзгертуге бола ма деген сұрақ. Адамның сенімін өзгертуге болады және болмайды. Адам өзі неге сенеді, сол ақпаратты алгоритмдерді іздейді ғой. Бірақ адамның сенімі уақыт өте келе өзгереді ғой. Біз қазір егер ашық қоғам қалыптастырамыз десек, біз белгілі бір қоғамдағы өзгерістерге, мана Нұрбек айтқандай, дайын болуымыз қажет. Ал әйелдер когнитивті тұрғыда өзгерістерге ең бейім электораттың түрі болып табылады. Әрине. Қоғамда қандай да бір өзгерістер болатын болса, олардың өзегінде тұратын әйелдер. Өйткені индикаторлар бар, егер әйелдің психологиясына тоқталатын болсақ, ашық жаңалықтарға бірінші кезекте, тіпті еңбек нарығы тұрғысынан алғанда әйелдер жаңалықтарға ашық. Сондықтан да жаңағы жерде қалып қояды, ешбір өзгеріске бейімделмейді деуге болмайды, көрсету керек. Қоғамның, үкіметтің, сізбен біз секілді белсенді азаматтардың алдымызда қаншама қыз бала отыр. Міндеті сол пузырьдың ішінде қалып қоймай, сенімімізді өзгерте отырып, жаңағы өзгерістерге жол бастау. Ал өзгерістерге жол бастау қоғамда плюрализмнің қалыптасуына, әртүрліліктің қалыптасуына, әртүрлі ойға деген төзімділіктің қалыптасуына жол ашады. Сондықтан да осы тұрғыдан алып келгенде әлеуметтік желілер, соның ішінде Инстаграмның өзінің бергені бізге көп. Біз ойлауымыз мүмкін, қазір біз Инстаграмда тек қана қара жамылған әйелдер отыр деп. Шын мәнінде оны кім көрді? Сол үшін ол ақиқат. Бірақ басқа қыздардың шоғыры Инстаграм арқылы небір жаңағы дүниелерді көріп, оқып жатқан шығар, білім алып жатқан шығар, ақпаратын кеңейтіп жатқан шығар, біз оны көрмейміз де. Сондықтан когнитивті тұрғыда диссонансқа жол берілмеу қажет, және confirmation bias деген түсінік бар. Бір жақтылықтың конфирмациялық тұрғыда болдырмауына жол ашуымыз керек. Оған бізді мүмкіндік беретін біздің өзіміздің сауатымыз ғана. Кейде біз ойлаймыз, әлеуметтік желі бізге ананы істеді, мынаны істеді. Жоқ, әлеуметтік желі бізге ештеңе істеген жоқ. Әлеуметтік желіге бізге өзімізге айна секілді көрсетіп берді. Ал әлеуметтік желіні пайдалану инструменттерін үйрену, ол біздің қолымыздағы тұрған қарапайым дүние. Сауаттарды тұру арқылы, сын тұрғысынан ойлау арқылы біз алдымыздағы тұрған картинаны, қара дүрсін картинаны позитивті дүниеге ауыстыра аламыз. Жақсы, осы орайда біздің панельдік сессиямыздың
аяқталуына бірер минуттар қалды. Сондықтан да мен жаңа Нұрсұлтан мырзаға да сұрақ қойып жатырмын, оқырмандарға, осы контент тұтынушыларға қандай 3 кеңес берер едіңіз деп сұрақ қойған болатын. Осы орайда сіздерге де осы сұрақты қояйын, енді осы жерде отырған жиналған қауым енді осы панельдік сессиядан түйіндемелерді алып, тезистарды алып, шынымен де оқырмандарға пайдалы ақпараттар таратады деген сенімдемін. Осы орайда қазіргі сіздерге қойғым келіп отырған осы сұрақ: 3 өздеріңіздің кеңестеріңіз оқырмандарға, ақпарат оқыр алдында, ақпаратты тұтынар алдында не істеу керек? Қысқадан нұсқа жауап берсек, екен бізде 5-ақ минут қалыпты, иә? Кім бастасын? Менің қыздарға кеңесім, азаматтарға, қымбат ақпаратқа ұмтыл. Арзан ақпарат, ол елдің бәрінде бар ақпарат. Сондықтан, мысалы, консультационный компаниялар бар шетелде. Олар бір, мысалы, аналитиканы 100 мыңға, 10 мың долларға ұсынуы мүмкін. Ақпарат қаншалықты қымбат, ол соншалықты құнды. Сондықтан ал әлеуметтік желідегі ақпарат ол арзан ақпарат, қолжетімді ақпарат. Сондықтан егер адам болуға ұмтылсаңыздар, егер қызметте көтерілуге, қоғамды да бір жаңағы жақсы бір сапалы дүниелерді қалыптастыру үшін бірінші арзан ақпаратқа ұмтылмаңыздар. Бірінші. Екінші, логикаға жақын болыңыздар және сын тұрғысынан ойлау элементтерін. Бізде өкінішке орай мемлекетімізде мектепте сын тұрғысынан ойлау элементтері, GRE-дің элементтері, GMAT-тың элементтері оқытылмайды. Бірақ егер мүмкіндік болса, сол элементтердің логикалық fallacy деп айтады, logic fallacy. Солардың барлығы мектепте балаларға элементтері мысалы оқытылатын болса, ол екінші қорғаныш. Үшінші, дәстүрлі медианы тәрк етпеңіздер. Дәстүрлі медиадағы, жаңа медиада көрінген ақпараттары салыстырмалы түрде оқытып отырыңыздар. Ол 6 ақпарат көзі бола ма, 7 ақпарат көзі бола ма, және ақпарат көзін таңдағанда ең арзанын бірінші қарап, жаңағы ақпараттың жаңағы санатына қарай таңдаңыздар және дәстүрлі медиа мен жаңа медианың ортасында баланс сақтауға тырысыңыздар. Рахмет. Нұрбек мырза. Енді жеке өз басымна қоғамдағы поляризация мәселесі өте жақын және мені қатты алаңдатады. Сондықтан ең бірінші кезекте мен осында отырған және мен тыңдап отырған адамдарға көзқарасы сіздікінен мүлде бөлек адамдармен көбірек араласуға тырысыңыздар деп айтқым келеді. Дін тұрғысынан болсын, басқасынан тұрғысынан болсын да сіз басқа адамның құндылығын, оның көзқарасын қабылдап үйренесіз. Екінші мәселе ол факт-чек. Кез келген ақпаратты ұсынған кезде міндетті түрде факт-чек жасау керек. Оның ең біріншісі әрине ол беделді ақпарат көзі ма деген сияқты. Оның өзінің тәсілдері бар, оны сағаттап айтып отыруға болады. Және уақыт үнемдеу үшін, және өзімнің техно-оптимист екенімді тағы да бір рет көрсету үшін, факт-чек жасау үшін де басқа да кез келген сұрағыңыз болса, онда ChatGPT-ге қойыңыз. ChatGPT сізге жауап береді. Окей, түсінікті. Жақсы, Сыр мырза. Қазір бірінші әрине жаңа мен айттым ғой, аудиторияны саясилану, яғни қазір сондай үрдіс келді, мүмкін ол қуанышты үрдіс шығар. Lifestyle дейміз ғой, яғни көптеген блогерлер мен тұрдым, мен таңертең кофе іштім, мен жаттым, мен тұрдым, мен автобусқа міндім, автобустан шықтым, яғни ешқандай мәнісі жоқ контенттен гөрі қазір lifestyle блогерлердің енді мүмкін өкінішке орай болуы мүмкін олардың, бірақ олардың аудиториясы төмен түсіп, қазір бір жаңағы саясилану, политизация дейміз, бір мәнісі бар, бір ақпараты бар, яғни бір басы аяғы бар, бір логикалық бір мәнісі ақпараты бар контент қазір өсуде. Енді қуанышқа орай ғой, яғни қазір бірінші кезекте соның кеңес осыдан таймай, яғни сондай бір мәнісі енді сапалы қаншалықты жаңағы бір ақылды ақыл айтатын контент деп айтқан жоқпын, сапалы осындай мәнісі бар контентке бой беріңіздер деп айтқым келіп отыр бірінші. Екіншіден, бізде мысалға қазір баяғыда айтатын ата-аналар балаларға айтады ғой, ортаңды түзе дейтін. Не веди плохую компанию, яғни ортаңды түзе, жаман адамдармен араласып кетпе деп айтып жүрді ғой баяғыда. Қазір бүгін 24-ші жылы ақпараттық ортаңды қара деу керек. Следи за своим информационным окружением. Яғни алгоритмдерінді қара, алгоритмдерінді контрольде. Кейде біз адамдарымыз сол бір көңіл күйге орай, яғни бір видеоларды бір ешқандай мәнісі жоқ, яғни сондай бір күлкілі де емес, яғни сондай бір деградацияға, маргиналды контентке беріліп, ертең сол маргиналды контентті, бұл кісіге ұнайды екен деп, YouTube бар, Netflix бар, оған
кеңес береді. Яғни сол анау жаман ортаға, жаман ақпараттық ортаға жалпақ тілмен айтқанда беріліп кіргіп кетеді. Сонда біз айтамыз, ойбай, бізде неге осы ақпараттық мәдениет төмен, неге біздің адамдарымыз сондай элементар нәрселер білмейді деген сұрақ туындайды. Сол, яғни ақпараттық ортаңызды қарау, яғни екінші кеңес. Үшінші, элементары, мысалға, соңғы кезде білесіз бе, TikTokта ең қандай популярды, ең танымал видео болды. Ең қазір енді шок боласыздар. Қуандық Бишімбаев түрмеде асылып өліп қалыпты, Назарбаевтың оның бабасы екен дейді. Маған осы видеоны 555 рет жіберді бір айдың ішінде. Мынау шын ба деп, сонда мен айтамын, енді айналайындар-ау дейсің да, яғни оны шынайы ма, шынайы емес па деу үшін бір маман болу керек емес, журналист болу керек емес. Қолдарыңызда міне жаңа Нұрбек айтып кетті, ChatGPT түгіл Google деген нәрсе бар, яғни элементары қазір Құдайға шүкір әр адамның қолында бүкіл заманауи технология несі бар, яғни бір ғана, бірақ 15 секундты уақыт керек нәрсені WhatsApp-қа ойбай қалайық, мынау шын бе екен деудің орнына сол ресурсыңызды осы жай ғана Google-ға немесе сол поисковикқа жіберсеңіздер, элементарлы, яғни біздің осындай бір, яғни айтамыз ғой, яғни фейк қана емес, яғни адам миына кіріп шықпайтын нәрселерді ой контентін ету үшін, яғни сондай бір элементарлы түрде өзіңізді іздену, ақпарат тексерудің ең бірінші мына Маслоу пирамидасы бойынша бірінші қабатынан көрсек нұр емес, яғни бір кемелденіп алсақ нұр кемет болады. Рахмет сырым. Жақсы, осымен енді біздің панельдік сессиямыз аяқталды. Егер де сіздерде сұрақтарыңыз болса, осы тақырыпта ары қарай талқылаймыз дейтін құрметті қонақтарымыз болса, қазір бізде шай болады, сол жерде спикерлермен талқыласаңыздар болады. Бізді тыңдап, шапалақ соққандарыңызға көп рахмет. Рахмет көп-көп. Модераторға және спикерлерге алғысымыз шексіз. Құрметті